Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін бөрек пісіреміз. Бөрек түрік халқының ұлттық тағамы. Бөрекке керекті ингредиенттер төменде жазылған. Ыдысқа 250 грамм жылы сүтті құямыз. Оның үстіне тұзды саламыз. Бір дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Қасықпен тұз ерігенше әбден араластырамыз. Тұз, жұмыртқа, сүтімізді әбден араластырып аламыз. Араластырып отыра, оның үстіне бір-бір қасықтан ұнды салып әбден араластырамыз. Араластырып, жұмсақ емес, қатты да емес қып қамыр илейміз. Қамырымызды бірнеше рет иленгеннен кейін үстін пленкамен жауып 20 минутқа қоямыз. Бөректің салмасына мен 2 түрлі ірімшікті қолдандым. Осыны үккіштен өткізіп аламыз. Шпинат жапырақтарын алып, ұсақтап тураймыз. Туралған шпинатымызды ірімшіктің үстіне саламыз. Ірімшік пен шпинатты жақсылап араластырамыз. Қамырымыз әбден тынды. Қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қамырларымызды алып, шар пішіндес етіп, дөңгелетіп аламыз. Қамырларымыз кеппес үшін үстін жауып қоямыз. Бір-бірден кішкентай шеңберлерімізді алып жаямыз. Қамырымызды осылай жайып, тарелкаға салып, ортасына ерітілген сармайды жағамыз. Осылайша қамырларымыздың барлығын жайып, бір-бірінің үстіне саламыз. Салып болғаннан кейін үстін жауып, 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын. Тұрған қамыр өте жұмсақ келеді және осылай оңай қолмен созылады. Шет-шетін тартып созамыз. Ортасына ірімшік пен шпинат салмасын салып, сармайымызды жағып, үлкен спираль етіп ораймыз. Орап, ұлу тәріздес пішінге келтіреміз. Қамырларымыздың барлығын осылай жасап алдым және оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт дәндерін сеуіп шығамыз. Сеуіп 180 градуста 35 минут пісіреміз. Бөрегіміздің қамыры қатпарлы және қытырлақ. Ішіне қосқан ірімшік пен шпинат салмасы ерекше дәм беріп тұрады. Өте дәмді, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.